Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шайға жегенге круассан жасаймыз. Бүгін біз қамырмен алысып жатпаймыз, слоеный қамыр ала саламыз. Бірінші біз осыны жайып аламыз. Мінекей осылайша жайып алдық. Енді біз оны үш бұрыштап бөлеміз. Достар, енді круассанымызды жасайық. Қамырдың жұқа болған дұрыс. Енді мен оның жанына бір қасықпен сгущенка саламын. Енді оны ораймыз. Осылайша барлық қамырға жасап шығамыз. Мінекей біз бәрін жасап алдық. Енді біз оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мінекей біз жағып алдық. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің круассанымыз дайын. Өте тәтті, нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мынандай жұмсақ болды. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазыңыздар, және де осының рецептін өздеріңізге сақтап алыңыздар. Комментарийға мен не істегенімді қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.